Сәлем достар, сендермен бірге мен Аяжан, және де бүгін ағылшын тіліміздің екінші сабағын бастаймыз. Бүгін біз countable және де uncountable деген тақырыпты өтетін боламыз, яғни саналатын және саналмайтын зат есімдер. Бірінші саналмайтын зат есімдерден бастайық. Жалпы саналмайтын зат есімдерге қандай сөздер жатады? Саналмайтын зат есімдерге мысалы тілінетін, кесілетін сөздер жатпайды, яғни cheese, сыр, және де bread, хлеб, яғни нан. Осы сөздер саналмайтын зат есімдерге жатады. Және де chocolate, яғни мұнда нақты шоколадтың қандай мөлшерде екені айтылмаған, сондықтан да шоколад та саналмайтын зат есімдерге жатады. Яғни оны тіліп кесе аламыз. Ал егер нақты плитка шоколады деп айтатын болсақ, онда саналатын зат есімге жатқызамыз. A bar of chocolate деп. Оны қазір түсіндірем. Екіншісі, ішілетін заттар жатпайды. Мысалы, ішілетін заттар дегенде банағы кофе, шай, су деген қарапайым дүниелер. Қазір кофе, ти, және де juice, яғни шырын, water, яғни су. Осылар, яғни ішілетін дүниелер жалпы саналмайтын зат есімге жатады. Үшіншісі, ұсақ заттар, мысалы секир, перец, тұз деген сияқты сөздер, яғни ұсақ арпа, бидай, жүгері, күріш деген сияқты заттар банағы саналмайтын зат есімдерге жатады. Яғни pepper, salt, sugar сияқты сөздер, яғни ұсақ заттар саналмайтын зат есімге жатады. Енді, яғни біз саналмайтын зат есімдердің алдына ешқашанда артикль қоя алмаймыз. Яғни кофенің алдына, шай, су дегендердің алдарына мүлдем артикль қоя алмаймыз. Біз артикльдерді қою үшін саналмайтын зат есімдерді саналатын зат есімге айналдыратын бір ғана способ бар. Ол деген, мысалы, сіз бір кесе шай десеңіз, мысалы үшін a cup of tea. Яғни біз шайдың алдына артикль мүлдем қоя алмаймыз. Яғни ал мысалы үшін кап, яғни чашка деген кесенің алдына біз артикльді қоя аламыз. Сондықтан да мына жерде a cup of tea десек, ол саналатын зат есімге жатады. Келесі, мысалы, пирог, яғни торт деген сөзді алайық, cake. Cake деген саналмайтын зат есімге жатады, бірақ біз оны саналатын зат есімге айналдыра аламыз. Мысалы үшін a slice of cake. Яғни бір тілім торт деген мағынаны білдіреді. Сондықтан біз сөйтіп бір тілім дегеннің алдына ені қоя аламыз. Ал егер кейктің орнына a cake деп қоя алмаймыз. Яғни ол кезде қате болады. Яғни артикль қойылмайды. Келесі, мысалы үшін шоколад, банағы плитка шоколадына айналдырамыз. Мысалы үшін a bar of chocolate. Яғни плитка шоколада деген ұғымды білдіреді. Яғни бұл жерге біз артикль қоя аламыз. Ал егер жалғыз шоколадтың өзі болатын болса, біз мына жерге артикль қоя алмаймыз. Сондықтан a bar, яғни бар деген плитка деген ұғымды білдіреді. Сондықтан a bar of chocolate болады. Келесі, a loaf, например, a loaf of bread. A loaf of bread. Яғни бір бөлке нан деген ұғымды білдіреді. Қазір loafты дұрыстап жазып жіберейін. Бір бөлке нан деген ұғымды білдіреді. Яғни бұл жағдайда біз саналатын зат есімге айналдырып жібердік, яғни нан деген сөзді. Ал егер нанның өзі болатын болса, біз оның алдына артикль мүлдем қоймаймыз. Келесі, мысалы, a glass of juice, например. Яғни бір стакан сок, бір стакан шырын. Яғни
juice'тың алдына біз егер juice'тың өзі болатын болса, артикль мүлдем қоймаймыз. Ал егер мына жерде стакан деген сөз болатын болса, glass of juice деген болса, артикль мына жерге міндетті түрде қойылады. Яғни, стаканды біз санай аламыз, ал соктың өзін біз қанша мөлшер екенін білмегендіктен санай алмаймыз. Сондықтан, бұл осылай біз саналатын зат есімге айналдырамыз. Немесе стакан, мысалы үшін a bottle. Так, мына жерге жазатын жер қалмап қалды. Қазір a bottle. A bottle of, например, wine. Яғни, бутылка вина деген ұғымды білдіреді. Яғни, бутылканың алдында артикль болады, өйткені біз қанша мөлшерде екенін біліп тұрық, яғни бутылканы біз санай аламыз. Ал біз, мысалы үшін, виноның алдына n артиклін қоя алмаймыз, өйткені біз ол қанша мөлшерде жидкость екенін, яғни қанша мөлшерде екенін білмегендіктен, вайнның алдына, яғни виноның алдына қойылмайды. Жақсы, осымен біздің сабақ тәмам. Сіздер түсінді деген ойдамын. Бұл негізі қысқаша ғана сабақ болатын, сондықтан сіздерге ұнады деген ойдамын, және де түсінікті болды деген деп ойлаймын. Сондықтан өз пікірлеріңізді жаза кетерсіз.